Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Біз бүгін эссе жазудың мәселесін талқылаймыз. Эссе жазу дағдысы кәсіби өмірде де, жеке даму мен өз-өзіңді түсінуде де өте пайдалы. Бұл кез келген салада табысқа жету үшін маңызды қадам. Бірақ бұл процесс оқушылар мен мұғалімдер үшін нақты қиындықтар туғызады. Осы қиындықтардың шешу жолын қарастырайық. Бұл қиындықтарды қалай жеңуге болады? Қадамдық нұсқаулық беруді ұсынамын. Эссе жазуды үйрету бойынша қадамдардың бірі бұл эссенің жоспарын құру. Кіріспе бөлімінде эссе тақырыбы бойынша негізгі сұрақ немесе пікір ұсынылады. Қысқаша мәлімет беріледі. Оқушы өз көзқарасын көрсетіп, тезисті анықтайды. Жоспар кіріспен қазақ тіліндегі орны ағартушылық ролы. Өз сабақтарымда миға шабу әдісін, сұрақтар қою, мысалдар, топтық жұмыс әдістерін қолданамын. Негізгі бөлімде оқушы дәлелдер келтіреді, ал қорытынды бөлімінде тақырыпқа қатысты қорытынды шешімдерін ұсынады. Негізгі бөлімінде параграфтар әдісі, дәлелдер мен мысалдар, схемалар мен кестелерді қолдану, сыныптастарымен жұмыс әдістерін ұсынамын. Қорытынды бөлімінде рефлексия және қорытындылау, жалпылау және болжам жасау, шаблондарды қолдану, топтық талқылау әдістерін ұсынамын. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесін деген пікірмен келісесіз бе? Бірінші топ, сендер келісесіңдер ме? Екінші топ, сендер келісесіңдер ме? Біз келісеміз. Өз перзентінің арман мұратын болжап, дұрыс бағыт беру тек қатаң ана міндеті. Басқа адамдар ықын қатыспау керек. ଅନୁଷ୍ଠାନ ise дегенге келіспеймін. Себебі Қазақстан Республикасы отбасы және неке. Заңның негізінде некеге отыру 18 жаста ғана мүмкін. Эссе жазу үйрету кезінде әртүрлі әдістерді қолдану маңызды. Әрбір кезеңде әртүрлі тәсілдер мен әдістерді пайдалану арқылы оқушылар эсселерін жазуды тиімді үйренеді. Оқушылар ойларын анық, логикалық түрде жеткізуге, аргументтеу, мен талдау дағдыларын дамытуға мүмкіндік алады. Мұғалім эссені қарап шыққаннан кейінгі қадамдар. Бұл эссеге қатысты кері байланыс ұйымдастыру. Артем, эссе тақырыбы дұрыс дамытылған. Ұсынысыңызға рахмет. Ашот, кейбір жерлерде абзацтар арасындағы өтпелі сөздерге назар аударсан, мәтіннің ағымдылығы артар еді. Рахмет, Майсарамовна. Енді қалай түзетуді білемін. Құрметті әріптестер, сіздерге эссе жазу барысында табыс тілеймін. Жаңа біліммен, жаңа жетістіктермен кездесейік.